Баршаңызға қайырлы күн, құрметті менің көрермендерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай керемет түріктің пахлавасының рецептімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоны соңына дейін көріп, комментария жазып, тіркелмесеңіздер тіркеліп, осындай қазақша каналдардың дамуына қазақ қыздарыңызды қолдап кетіңіздер. Таза ыдысымызға 200 грамм жылы сүт құямыз. Міндетті түрде жылы болу керек. Оның үстіне бір пиала сұйық майымызды қосамыз. 2 жұмыртқамызды қосамыз. Қасықтың ұшымен ғана азырақ тұз салып жібереміз. Оның үстіне жаңағы уксус қосамыз. 1 қасық шайный ложкаменен. Сөйтіп осыны жақсылап араластыратын боламыз. Түрде жасап көріңіздер, өте дәмді, өте керемет рецепттердің бірі. Бір жасағаннан-ақ керемет болып шығатын пахлаваның рецебі. Оның үстіне ұнымызды елеп саламыз. Міндетті түрде елеу керек. Елеп осыған қамыр елейтін боламыз. Не жұмсақ емес, не қатты емес, орташа тығыздықта қамыр елейміз. Елеген қамырымызды 10 минутқа тұндырып қоямыз. 10 минуттан кейін осылай алып, 5 бөлікке бөлеміз. Осылай жақсылап 5 бөлікке бөліп шығамыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай 5 бөлікке бөліп, бетін салфамен жауып қоямыз. 5 минутқа қойып қоямыз. 5 минуттан кейін алып жаятын боламыз. Өте керемет болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментария жазып, тіркелмесеңіздер тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Осылай қамырды жаятын боламыз. Қамырдың ұнның орнына осылай крахмал қолданатын боламын. Енді оны көп қолданбаңыздар. Азырақ осылай жабыспау үшін сепсеңіздер болады. Үстіп қамырды өте жұқа қылып жаямыз. Артынан қолымызды қойғанда осылай көрінетіндей болып, барынша жұқа қылып жаюға тырысыңыздар. Сонда пахлава өте дәмді, керемет болып шығады. Видеодағыдай осылай қайталаңыздар. Енді осылай жасап шығатын боламын. Осылай ортасына салмасын салып, осылай түйетін боламыз. Барынша түсінікті болсын деп, осылай асықпай бәрін түсірдім. Осылай түйіп шығатын боламыз.
Сары майымызды ерітіп, осылай бәріне пахлавамыздың үстіне жағып шығамыз. 180 градуста 30-35 минутта пісіп шығады. Енді пахлавамыз піскенше сиропын дайындайық. Жарты литр суға жарты кило құмшекерімізді салып, осылай ерітетін боламыз. Оның үстіне осылай лимонымызды сығып суын құятын боламыз. Лимоновый кислота қоссаңыздар да болады. Оның орнына осылай сиропын дайындайтын боламыз. Өздеріңіз көріп тұрғандай біздің пахлаваларымыз дайын болды. Осылай ыстықтай сиропын құйсаңыздар жұмсақ болады. Қатты болсын десеңіздер суытып құйсаңыздар болады. Мына пахлавамыз дайын болды. Өте керемет, дәмді болып шықты. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса лайк басып, комментария жазып, тіркелмесеңіздер тіркеліп, осындай қазақша каналдардың дамуына аз да болса өз үлестеріңізді қоса кетіңіздер. Назарларыңызға көп рахмет. Қош сау болыңыздар.